Құрметті оқушылар, мамыр айы өте тамаша мейраммен басталады. Және де біз барлығымыз оны жақсы көреміз. Мамыр айы өзі ерекше ай. Жылы, ағаштардың бәрі жасыл, табиғат өзінің әдемілігін көрсететін ай. Және 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Құрметті оқушылар, Қазақстан халқы үшін ең ірі мерекелердің бірі. Мақсатымыз ел ішіндегі түрлі ұлт пен дін өкілдерінің бір-біріне деген сый-құрметін арттырып, татулықты, бірлікті, ортақ құндылықтарды насихаттау. 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері киелі қара шаңырағымызда өмір сүреді. Ал 1995 жылдың наурызында дүние жүзіне үлгі болып отырған татулық пен тұрақтылықтың феномені Қазақстан халықтарының ассамблеясы құрылды. Ассамблея мүшелерінің бастарын біріктіріп, ортақ үйіміз Қазақстанда шынайы жұмыс істеуде. Бүгінде әрбір ұлтқа салт-дәстүрлерін жаңғыртуға, мәдениеті мен әдебиетін дамытуға, тілінің жетілуіне қамқорлық көрсетілуде. Бірлік болмай тірлік болмас, береке бастауы бірлік, ел іші тірлік қағидасын ұстанған қазақ халқы әрдайым берекелі, мерекелі және әрқашан мейірімді. Қазақтың байтақ даласында бүгінде барлық ұлттар тату, тәтті өмір сүруде. Және барлығымыз бақыттымыз. Бүгінде достық атты бір шаңырақ астына шоғырланған әрбір ұлттық мәдени орталықтар мерекеде ән айтып, би билеп, жалпы халықтық мейрамдар, дәстүр мен салтқа толы түрлі көріністер көрсетеді. Өзара түсіністік, ұстамдылық, әртүрлі ұлттар өкілдерінің рухани және мәдени құндылықтарына құрметпен қарау әдебі барлық этностарға ортақ болып отыр. Құрметті оқушылар, осындай бізде керемет мейрам бар. Және де біз барлық ұлттарды, барлық этностарды құрметтеуіміз керек. Нәтижесінде әрбір ұлт конституциялық құқықтық заңнама негізінде өзіне тән этностық ерекшелігін сақтай отырып, Қазақстанның қоғамдық құрылымына үйлесіп өмір сүруде. Құрметті оқушылар, 1 мамыр құтты болсын.